Ал енді оқушылар карантин кезіндегі дене шынықтыру сабағының маңыздылығы туралы аудиожазбаға назар салыңдар. Одан кейін үй жағдайындағы сабақ кезіндегі қауіпсіздік ережелерін үйренетін боламыз. Карантин кезіндегі дене шынықтыру сабағының маңыздылығы. Қашықтықта оқыту кезінде дене шынықтыру сабағының адам денсаулығы үшін пайдасы өте зор. Оған дәлел дене шынықтыру жаттығулары адам ағзасына өте пайдалы және иммунитетті күшейтуде атқаратын қызметі жоғары. Қазіргі карантин уақытында адам ағзасына кері әсерін тигізетін факторлар пайда болуда. Біріншіден, адамдардың күн тәртібінің бұзылуы, яғни адамды еріншектік басады, мезгілсіз ұйқыға жату, мезгілсіз ұйқыдан тұру. Екіншіден, қозғалыстың аздығы. Қазіргі уақытта балалар да, үлкен кісілер де күні бойы теледидар, компьютер, ұялы телефонда қозғалыссыз отыр. Үшіншіден, тамақтану тәртібінің бұзылуы. Сол себептен карантин уақытында балаларды қадағалау ата-анаға жүктеліп отыр. Оқушылар, дене шынықтыру сабағын бастамас бұрын бөлме ішіндегі қауіпсіздік ережелерін ұстануды қатаң түрде ескеріңдер. Бірінші, бөлме ішіндегі өзіңе жақын тұрған кедергі келтіретін заттарды жинастыруды ұмытпа. Екінші, кейбір құралдар мен жаттығулар орындағанда жақын тұрған заттарға тиіп сындырып, құлатып алмауды және өзіңе тиіп жарақаттанып қалмауды ескер. Үшінші, сабақ кезінде міндетті түрде үй жағдайына байланысты спорттық киімде бол. Және жаттығу орындайтын орын тайғақ немесе сырғымалы төсеніштер болмауын тексер. Төртінші, сабақ бастамас бұрын киіміңнің қалтасында, қолыңда, мойныңда тағылған немесе салынған заттар болса, алып қоюыңды ескертемін. Мысалы, телефон, көзілдірік, сағат, білезік, тағы басқа заттар. Бесінші, жаттығуларды, тапсырмаларды орындаған кезде өзгелерге кедергі келтірмейтіндей ұқыптылықпен орында. Мысалы, көршілеріңе, үйдегі отбасы мүшелеріне кедергі келтірмейтіндей етіп орында. Олай болса, енді осы ережелерді ескере отырып, жаттығулар орындайық. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Жаттығуларды орындаған кезде дұрыс және бір қалыпта демалу керек. Әрбір жаттығудың алдында жарақаттанбау үшін 2-3 минут дененің құрысын жаз. Екпінді жүрумен қолдардың аршынды қозғалысынан бастайық. Мұрын арқылы тыныс аламыз, жеңіл жүгіруге өтеміз. Содан кейін қайта аяңдап жүріп, демімізді қалпына келтіреміз. Қолдарды жан-жақтан жоғары көтереміз, дем аламыз, жан-жақтан төмен түсіреміз, демімізді шығарамыз. Басты алға артқа, оңға солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Денемен оңға, кейін солға бұрылып, бұрылған жаққа қолдармен сермеп, жартылай жүрелеп отыру. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Иық белдеуіне арналған жаттығулар. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Қолдың буынымен кейін шынтақ буынымен айналма қозғалыс жасаймыз. Қолдарды иыққа қойып, алға. Және артқа айналма қимылдатамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз.
Аяқтарға арналған жаттығулар. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшандықпен. Дем алуымыз бір қалыпты. Денеге арналған жаттығулар. Оң жаққа еңкей. Қол жамбастың бүйір жағынан сүргектейді. Кейін сол жаққа еңкей. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Қолдар шынтақ буындарында бүгілу. Артқа қарай ауытқимыз. Дем аламыз, кейін ақырын алға қарай толық дем шығаруға дейін еңкейіп, қолдармен аяқ ұштарына жанасамыз. Бастапқы қалыпқа қайтамыз. Бастапқы қалыпқа қайтамыз. Аяқтарды жоғары көтеріп, бас артына түсіреміз. Аяқ ұштарын еденге тигізуге тырысамыз. Баяу немесе орташа шапшаңдықпен. Жатқан қалпында дем аламыз. Аяқтарды бас артына түсіргенде дем шығарамыз.